Әкең хақында жауап. Магистр талабаларына бір сұрау берілді. Әке, кім? Жауаплар әрқилы еді. Апайы жауап та бар, құрамалы жауап та бар. Бірақ бәрші жауаплардың ішінде бір талабаның жауабы айрықша еді. Сен оның үлкен аяқ киімін киер едің. Аяқларыңның кішкенелігінен жығылып қалар едің. Көз әйнегін тағып, өзіңді үлкен адамлардай сезер едің. Машинасының кілтін беруін сұрап, өзіңді оның орнына қойып, өзің машина айдап баратырғандай қиял сүрер едің. Арзымас нәрсе үшін әкеңнің жұмыс уақытында оған телефон қылар едің. Саған қалбі толы қуанышпенен жауап берер еді. Сенің менен жұмыс уақытында сөйлесуі, директордан гәп естуі, яки кәсіплесінің күтіп қалғанлығы, яки телефон арқылы сөйлесу әкеңе артықша қаражет екенлігін ол біледі. Бірақ ол бәрін сен үшін қылар еді. Сен және арқайын, аға, жұмыстан қайтуыңызда маған мазал затлар алып келің, деп қорықпастан айтатұғын едің. Ағаң болса, жаным менен балам, бірақ анаңды қинама, әлбетте алып барамын дейтұғын еді. Егерде ауаның ыстылығы, яки суықлығы, яки жұмысының көп екенлігі менен шаршап, сенің бұйыртпаңды есінен шығарса, «Уф, аға, қане мазал зат, мен сізге алып кел деп едім ғой», деп қыңырлық қылар едің. Сенің қылған қыңырлығыңды күлкісі менен жеңіп, «Әзір алып келемен», деп және көшеге шығып кетер еді. Хош, бүгін не? Бүгін болса, сен үлкейдің. Оның аяқ киімін кигің келмейді. Себебі заманнан қалған аяқ киім дейсің. Көйлеклерін, киімлерін менсінбейсің. Енді сені ол нәрселер қызықтырмайды. Әкеңнің қараслары саған сай келмей қалды ма? Достарыңның алдында әкең саған ақыл берсе, достарыңнан ұялып әкеңе ашу менен қарайсың. Оның әр сөйлегені сенің нервіңді бұзады. Егер кешіксең, ол қауетерленіп, саған телефон қылса, және ашуланасаң, «Уф, және не керек болып қалды екен, енді қандай дәрі айтажақ екен» дейсің. Телефонына жауап бермейсің. Ақыл насият берсе, оған даусыңды көтересің, бірақ қол көтеретұғынлар да табылады. Кішкенелігіңде сені мойнына мінгізіп алып, көтеріп жүрер еді. Ал бүгін болса, сенің бойың оның бойынан бәлент. Кеше ғана сөйлеп білмес едің. Енді болса бүгін тіліңнен шыққан сөздердің бәрі ащы. Кешегі күн, кішкенелігіңде ол сенің әкең болғанындай, бүгінде ол сенің әкең ғой, достым. Кішкенелігіңде қандай мазалы затлар жегеніңді, яғни әкеңнің алып келіп бергенлерін ұмыттың ба? Бүгін әкең күшсіз, қартайған, жүзлеріне жиырық түскен, жас баладай болып қалған. Бүгін ол не жегісі келсе саған сүйеніп, саған айта алады. Ақыры, ол сенің әкең ғой. Бәлкім, достым, бүгін әкеңді құшақлап қал. Себебі ертең кеш болуы мүмкін.